Сәлем достар, арнама қош келдіңіз. Қажылықтың екінші күні. Арафат күні. Зүлхиджа айының 9 күні қажылар Минада таң намазын оқып болғаннан кейін автобустарға мініп, тәлбия айтып, Арафатқа жолға шығады. Арафатқа бесін намазының уақыты кіргенге дейін жету керек. Жолда Аллаға мадақ, зікір айту абзал. Омар, Алла оған разы болсын, біздің біреулеріміз тәлбия, біреулеріміз тәкбір айтып, Алла елшісі мен оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, Минадан Арафатқа таң атқанда беттедік, деген имам Муслим. Қажылар Арафатқа келгеннен кейін шатырларға жайғасады. Имам уағыз айтып, Арафат күнінің абзалдығын түсіндіріп береді. Намаз уақыты кіргеннен кейін бесін және екінті намаздарын бір азан және 2 қамат айтып, қысқартып қосып оқиды. Осы 2 намаздан бұрын да, кейін де басқа ешқандай намаз оқылмайды. Бұл пайғамбарымыздан, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, жеткен сүннет. Ескерту. Арафатқа қажылар сауапты азайтатын қателіктер мен күнә амалдарды істеуден сақтанулары қажет. Арафат күнінің маңыздылығы. Арафатта тұру қажылықтың негізгі парызы. Онсыз қажылық қабыл болмайды. Бұл күннің маңыздылығы сондай, қажылыққа келген адам Арафатта бір сәт тұрмаса, қажылығы жарамсыз болып табылады. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, қажылық дегеніміз Арафат деген имам Муслим. Арафат күні күндердің ең абзалы. Алла тағала осы әлемді жаратқанда күн мен түнді де жаратты. Сөйтіп түндердің ішінде бір түнді басқа түндерден ерекше қылды. Тіпті ол түнді 1000 айдан да хайырлы етті. Бұл түні адамзатты қараңғыдан жарыққа шығаратын, ақиқат пен жалғанды баяндайтын қасиетті Құран кәрімді түсірді. Бұл түні Мұхаммед, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бүкіл әлемге пайғамбар болды, және бұл түні тілеген дұға тілектер қабыл болады. Осындай берекеге бөленген түн Қадір түні деп аталады. Дәл осы түн сияқты күндіздің ішінде бір күн бар. Бұл Арафат күні. Алла тағала осы күні тілеген дұға тілектерге міндетті түрде жауап береді. Арафат күнінің уақыты бесін намазының уақыты кіргеннен күн батқанша жалғасады. Әлемнің әр бұрышынан келген мұсылмандар Алла тағалаға қолдарын жайып дұғада болады. Алла тағала алаңсыз дұға жасау үшін бесін намазы мен екінті намазын қосып оқуға рұқсат береді. Өзі, отбасы, туған туыстары және елі мен жері үшін дұғада болады. Және бұл күннің маңыздылығы жайында Алланың елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай дейді. Алла басқа күндері тозақ отынан дәл осы Арафат күндегіндей көп адамды құтқармайды. Расында Алла Арафатта тұрған құлдарын құрметке бөлеп, мыналар не қалайды деп оларды періштелерге мақтан етеді. Имам Муслим. Яғни, хадистен түсінеріміз, Арафат күні көптеген адамдар тозақ отынан құтқарылып, тірі кездерінде-ақ жәннаттық болады. Ал қажылыққа келе алмай, қимастықпен елдерінде қалған мұсылмандар үшін өздерінің де тозақтан құтылуларын үміт етіп, өз елдерінде ораза ұстаулары сүннет. Себебі Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, былай деген: ораза тозақтан қалқан. Имам Әл-Бухари. Муздалифада тұру. Муздалифа Мина мен Арафаттың аралығында орналасқан жердің атауы. Арафатта тұрған қажылар күн батқаннан кейін автобустарға отырып Муздалифаға барады. Муздалифаға келіп, ақшам және құптан намаздарын қосып оқиды. Осы 2 намаздың оқылу жолы: алдымен азан шақырылып, қамат түсіріліп, ақшам намазы толық 3 рекағат оқылады. Одан кейін бірден қамат айтылып,
құптан намазы 2 рекағатқа қысқартылып оқылады. Артынан 3 рекағат үтір намазы оқылады. Намаз оқып болғаннан кейін қажылар шайтанға тас лақтыру үшін бұршақ көлеміндей ұсақ тастар жинайды. Тас жинап болғаннан кейін өздерімен бірге ала келген төсеніштерін жерге төсеп тынығып демалады. Қажылардың осы түні Муздалифада түнеу, сүннет, өзге мазхабтарда уәжіп. Таң атқаннан кейін қажылар Муздалифада таң намазын оқиды. Таң намазын оқып болғаннан қажылар құбылаға қарап дұға жасап, автобустарға отырып, Минаға қарай жолға шығады. Муздалифада Алланы көп зікір ету, кешірім сұрау, дұға жасау. Арафадан Муздалифаға қозғалған кездерінде Әл-Машар, Әл-Харамда Алланы еске алыңдар. Сендерді тура жолға салғаны үшін шүкірге лайықты етіп еске алыңдар. Сосын адамдар қозғалған жерден Муздалифадағы тұрыстан кейін қозғалыңдар және Алладан кешірім сұраңдар. Расында Алла өте кешірімді, аса мейірімді деген. Әл-Бақара сүресі 198-199 аят. Алла тағала бізге тауаф жасап жүрген кезімізде Минада, Арафатта тура жолға салғаны үшін өзін еске алыңдар деп айтпайды. Бірақ жоғарыда келген аятта Муздалифада болған кезімізде бізді тура жолға салғаны үшін өзін еске алуымызды, соған лайықты түрде шүкір етуімізді бұйырады. Себебі Муздалифа ақыретті еске түсіретін, адамдардың бір-бірінің алдында тең екендігін дәлелдейтін мекен болып саналады. Муздалифаға келген қажыға ешқандай дүниелік жағдай жасалынбаған. Астына кішкене төсенішін төсеп, сол жерде аялдайды. Енді елестетіп көріңіз. Қызылды жасылды дүниенің ортасында жүрген әлсіз құл Раббысы үшін бәрін тастап, Раббысының бұйрығын орындау үшін осындай елді мекенге келеді. Тігісі бар киімін шешіп, үстіне 2 ақ матаны орап, барлық дүниесін тәрк етіп, Аллахым, мен сенің алдыңдамын деп жаратушысын еске алады. Дәл осы кезде Алла тағала тура жолға салғаны үшін соған лайықты шүкір етуімізді біздің есімізге салады. Тура жол араб тілінде худа деген етістіктен шыққан. Худа деген сөзден хадия деген сөз шығады. Хадия сыйлық деген мағынаны білдіреді. Енді осы 2 сөзді қосқанда тура жол, Алланың бізге берген сыйлығы деген мағына шығады. Егер Алла тағала бізге тура жолын сыйламағанда, біз бұл елді мекенге келмейтін де едік. Бізге тура жолы нәсіп еткен Аллаға сансыз мақтаулар мен мадақтар болсын.